Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Бүгін біз сіздермен possessive adjectives and possessive pronouns тақырыптарын өтетін боламыз. Бұл ағылшын тіліндегі менің, менікі, сіздің, сіздікі, оныкі, өндірістікі. Мынау біздікі, өзінікі өндірісті деген сияқты осындай сөздерді, яғни қазақ тіліндегі есімдіктерді айтып үйренетін боламыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Ең алдымен ағылшын тілінде мен, менің, менікі деген жалпы барлық жіктеу есімдіктерінің қалай өзгеретінін бір қарастырайық. Қараңыздар, мен, I, менің, my, менікі, mine, менікі, mine. Сен немесе сіз. Ағылшын тілінде сен де, сіз де, екеуі де you болып айтылады. Сенің your, сенікі yours. Жай ғана s-ті жалғау арқылы біз сенікі немесе сіздікі деп айта аламыз. Сонымен қатар ағылшын тілінде ол деген нәрсе, қазақ тілінде бізде род деген жоқ та, яғни женский род, мужской род деген сияқты. Ал ағылшын тілінде барлық нәрсе осы he, she, it-ке байланысты. Мысалы, he ұл балаға, she қызға, it жансыз заттарға. Мысалы, елка, люстра, люстранікі, мысалы бір инструмент люстранікі деген сияқты. Именно ұл балаға айтылған кезде бізде he. He ұлдың, яғни оның his, ал оныкі также his. Бұл өзгермейді. Ал егер қызға айтатын болсақ, she, оның, қыздың, her, және оныкі, hers. Жансыз заттарға it, ол, яғни жансыз зат, its, оның, its, оныкі. Мынау үш нәрсе де бізде ол болып аударылады. Бірақ ол балаға he, қыз she, it, жансыз заттарға. Сонымен қатар бізде we, біз, біздің our, біздікі ours. Бізде олар they, олардың their, олардікі theirs. Ал енді мынау мысалдарға қарайық. This is my car. Бұл менің машинам. My car. The car is mine. Машина менікі. Менің машинам, машина менікі. Келесі. It's our idea. It's our idea. Бұл біздің идея. The idea is ours. Бұл идея біздікі, ours. Бағанағы осы кестеге сәйкес барлығын дәл осы формада өзгерте береміз. Келесі. Where is your car? Бұл бізде сұраулы сөйлем, я? Where is your car? Where? Қайда? Сенің машинаң қайда? My car is here. Менің машинам осында. Where is yours? Сенікі қайда? Where is yours? Келесі. His pen is on the table. His, яғни бұл жақта баланы, яғни ұл баланы айтып жатыр. Оның ручкасы столдың үстінде тұр. This pen isn't his. Бұл ручка оныкі емес. Емес дегенді біздің isn't сөз арқылы білдік. Ал his бізде оның, яғни ұлдың, сонымен қатар оныкі, ұлдікі бізде өзгермеді, екеуі бірде. Ал енді келесі мысалдар. It isn't her scarf. Scarf бізде шарф. Бұл оның шарфы емес. Оның бізде her, яғни қыздың. Ол қыздың шарфы емес. Hers is red. Hers, оныкі қызыл. Бұл оның шарфы емес, оныкі қызыл. Келесі. It is not their house. It is not their house. Theirs is bigger. Бұл олардың үйі емес. Олардікі
үлкенірек. Жалпы біз осы есімдіктерді күнделікті өмірде көп қолданамыз, сондықтан міндетті түрде бұлардың жасалу ретін білу қажет. Келесі, жансыз заттарға байланысты қараңыздар. This book is very old. Бұл кітап өте ескі. Its pages are yellow. Its, оның беттері сары. Ал енді сіздерге тапсырма. Алған біліміңізді шыңдау мақсатында осы 5 сөйлемді комментарийге аударып шығыңыз. Сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, міндетті түрде осы тапсырманы комментарийге жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye!